Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздерге малинадан тосап дайындап, видеосымен бөлісетін боламын және оның пайдасы жайлы да айтып өтемін. Видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен малинамызды жуып тазалап аламыз. Әркім өзінің қалауына қарай жумай-ақ қойсаңыз да болады, бірақ дегенмен де беті ашық тұрғаннан кейін бір жуып алғанның зияны жоқ. Ең алдымен осылай көлемді үлкен ыдысымызға малинамызды салып аламыз және де үстінен салқын су құйып аламыз. Малинаны жуатын кезде жеңіл қолымызбен езбей жуамыз. Арасындағы құрт жапырақтары кетсе болғаны. Енді әркім өзінің қалауына қарай, біреулер жумай жасайды, сіз қалай жасайсыз, өзіңіздің талғамыңызға қарай істесеңіз де болады. Електен өткізіп отырып, суымен осылай малинамызды бөліп аламыз. Менде мына жерде 4 кг малина, осы 4 кг малинаға мен 4 кг шекер қостым, яғни керемет бал сияқты болып қою қоймалжың күйде болады. Және блендермен езіп алғандарыңыз дұрыс, бір келкі және көпіршімей беті керемет болып езілетін болады. Және енді мен осы орайда малинаның пайдасы жайлы айтып өтемін. Малинаның құрамындағы химиялық заттар жүрек қан тамырлары, қан аздық, ұмытшақтық, көздің көру қызметіне және сонымен қатар тұмауға өте пайдалы. Сонымен қатар оның құрамында йод, калий, кальций, фосфор, мырыш, йод және хош иістендіргіш заттар бар. Және малинаның жапырағын маска ретінде бетіңізге пайдалансаңыз болады. Бетіңізді ылғалдандырып, ағартуға көмектеседі. Сонымен қатар малинаның құрамында қанты көп болғанымен, оны диеталық тағамдарға жатқызып жатады. Және малинаны таңдайтын кезде оның көлеміне аса назар аудару керек. Көлемді малиналардың дәндері аз болып және тәттірек болып келеді. Егер видео пайдалы болып жатса, осы менің парақшама тіркеліп қойыңыздар және өздеріңіздің нұсқаларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Енді келесі кезекте видеода көріп тұрғандарыңыздай малинаны блендермен езіп алсаңыздар, бір келкі әдемі, беті көпіршімей әдемі болып шығады. Енді блендер болмаған жағдайда қолдарыңызға перчатка киіп алып езсеңіздер де болады. Керемет болып шықты. Өте оңай және жеңіл дайындалады және өзінің құрамындағы керекті заттарын, яғни витаминдерін жоғалтпайды. Қысқада осылай морозильникке сақтап, заморозкаға қатырып ала берсеңіздер болады. Баклашыге немесе кез келген контейнерлерге құйып алсаңыздар болады. Мен осылай барлығы бір келкі 1 литрлік баклашкілерге құйып алдым. Өте оңай және уақытыңызды да үнемдейсіз. Менің видеом пайдалы болып пайдаңызға жарап жатса, каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар және қоңырауша белгісін де басып қойыңыздар. Жаңа видео рецепттерім шығатын болса, сіздерге бірден көрінетін болады. Назарларыңызға рахмет.